Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бүгін Зәмзәм бұлағы туралы айтылатын болады. Ажар анамызбен Исмаил қайтыс болып, бірнеше жыл өткен соң, Зәмзәм бұлағы көміліп, орны ұмыт болды. Кейін пайғамбарымыздың атасы Абдумутталиб Зәмзәм бұлағының көзін екінші рет ашқан еді. Бір күні Абдумутталиб Қағбаның көлеңкесінде ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір кісі келіп, Таибаны қаз дейді. Таиба деген не деп Абдумутталиб түсінбей қалады. Келесі күні түсінде әлгі адам тағы келіп, Бәраны қаз дейді. Бәра деген не деп тағы түсіне алмайды. Келесі күні тағы әлгі адам келіп, Мадмунаны қаз дейді. Мадмуна деген не деп тағы да түсіне алмайды. Төртінші күні түсінде әлгі кісі Зәмзәмді қаз дейді. Осы жолы Абдумутталиб сұрағына жауап алып қалғысы келіп, Зәмзәм деген не дейді. Зәмзәм таусылмайтын және өте терең ерекше су, қажылардың шөлін басуға қажет. Ол құрбандардың қаны ағатын жер мен қалдықтар тасталынатын орынның арасында орналасқан. Ол жерді алақанатты қарға тұмсығымен шұқып тұрады. Жанында құмырсқаның илеуі де бар. Сөйтіп Абдумутталиб баласы Хариспен ол жерді қазғанда Зәмзәм суының көзі қайта ашылып, ел игілігіне берілген еді. Зәмзәм құдығы Мекке қаласында орналасқан. Оның пайда болғанына шамамен 5000 жыл болған. Қасиетті құдықтың тереңдігі 30 метрден асады. Әуелде жердің беткі қабатында көрініп тұратын еді. Кейін қажылық етушілердің саны көбеюіне байланысты тауаф жолын кеңейту қажеттілігі туындағандықтан Зәмзәмді төменгі қабатқа көшірді. Бұлақты толығымен жауып, Зәмзәм суы құбыр арқылы шүмектен ағызылып, адамдарға ыңғайлы етілді. Зәмзәм суына байланысты пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: Зәмзәмді не мақсатта ішсең, сол үшін болады. Оны емделу үшін ішсең, сені Алла емдейді. Егер сен оны қарныңды тойдыру үшін ішсең, Алла сені тойдырады. Егер шөліңді қандыру үшін ішсең, Алла шөліңді басады. Егер оны жәрдем тілеп ішсең, Алла сені қорғайды. Басқа бір хадисте Зәмзәм суы ішкен ниетіңе байланысты деген. Сондықтан Зәмзәмді дүниелік және ақыреттік тілектерді айтып, дұға жасап ішкен дұрыс. Зәмзәмді ішкенде айтылатын дұға: Аллахым, сенен пайдалы ілім, мол ризық нәсібе және барлық дерттен шипа сұраймын.